Достар, бүгінгі видеода біз осындай өте дәмді және өте жұмсақ болып шығатын пицца жасайтын боламыз. Менде 2 пиццаға арналған құрам. Егер біреу жасайтын болсаңыздар, осының жартысын аласыздар. Яғни 300 мл суға жарты шай қасық тұз, 2 чайный ложка сахарды қосып араластырамыз. Және осыған жарты чайный ложка дрожжіні қосып жылы жерге 10-15 минутқа қоямыз. Оны жылы жерге қойған кезде міне осылай болып көтерілу керек, көпіруі тиіс осылай. Және осыған жарты стакан сұйық майымызды және 3-4 стакан ұнымызды салып, яғни мөлшеріне қарайсыздар, кәдімгі қамыр илейсіздер. Ол көтерілуі тиіс. Ал начинкасына менде колбаса, помидор және де сыр. Және түрлі дәмдеуіштер. Енді осыны табамызды майлап, және қолымызды кішкене майлап аласыздар. Осы көтерілген қамырды осылай жайып шығасыздар. Және бетіне, яғни соусына кетчуп пен майонезді араластырып жасадым. Осының үстіне өздеріңіздің начинкаларыңызды орналастыра бересіздер. Менде пиццаға арналған өзімнің режимім бар, және соған қойдым. Және сол режимде 10-15 минут піскеннен кейін алып, оның бетіне сыр себеміз. Және де одан кейін тағы да 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Яғни 220 градуста. Міне осымен дайын, сау болыңыздар.